Сүлеймен пайғамбар қиссасы. Сүлеймен пайғамбарға Алла тағала жер бетіндегі жортқан аң, ұшқан құс, судағы балықтың тілін білетін қасиет дарытыпты. Ол сыртқа шықса тау, тас, ағаштар өздерінен хабар беріп, кәдеге жаратуын сұрап тұратын. Біреуі менде алтын, күміс бар, соны ал десе, енді біреуі қойнымда інжу, жақұт, жасырылған игілігіңе жарат дейтін. Сүлеймен жастайынан шешендігімен, даналығымен көзге түседі. Бірде екі кісі дауласып Дәуіттің алдына келеді. Біреуі егініме сиырын жіберіп бидайымды жегізді, бала-шағам аш қалды десе, екіншісі егінін қоршап қоймай ма, сиырда ақыл бар ма деді. Дәуіт әрі-бері ойланып егіншіге, сен астығың үшін сиырын ал деп билік айтты. Малшы егіншіге сиырын бермеді. Дау өршіп Дәуітке тағы келді. Сол кезде есік аузында ойнап отырған Сүлеймен, әке, билігің қате, егінші тамақтан тарықпас үшін сиырды алып, су алғанша сүтін ішсін, егіні піскенде малшыға бидайдан үлес берсін деді. Бұл сөзге малшы да егінші де риза болды. Бірі сиырын, бірі егінін беріп дос болып кетіпті. Бір күні бала Сүлеймен ойнап жүріп жылап отырған әйелді көреді. Жанына келіп, апау, неге жылайсыз деп сұрады. Әйел, қарағым, жыламай қайтейін, екі жетім балам бар, өзім қарақасқа кедеймін. Жалғыз-ақ құдайымыз бар еді, диірменшіге ақысын беріп, тарттырып алып, қапқа салып арқалап келе жатқанында қатты дауыл соқты. Өзімді домалатып жықты. Ұн-пұнымен қоса қабымды ұшырып кетті. Артынан қуып өкпем өшіп жете алмай құладым. Жел қабымды дарияның дәл ортасына алып кетті. Егер суға батса сүңгісем де су түбінен алар едім. Көз жетпес теңіздің ортасына әкеткенге титығым құрды. Шешеміз ұн тартып әкеледі деп қуанып отырған балаларыма не деймін? Соған ішім ашып барады. Оны да қойшы. Әлгі қабымды қимаймын, еңбектеніп қолдан тоқып алған едім, деді. Апа, ендеше патшаға барып арыз қалыңыз, желден үлесіңізді әперсін, деді. Әйел Дәуіт патшаға барып мұңын шақты. Патша әйелдің арызын тыңдап болған соң оған 2 пұт бидай берді. Әйел қуанып, жасың 1000 болғыр-ай, балаларыма құр қол бармайтын болдым, тәуба деп қапты арқалап сарайдан шықты. Сүлеймен әйелді көріп, патша не деп айтты, деді. Айналайын, әділ патшамыз 2 пұт бидай берді, деді. Әй апа, сен тіленші ме едің? Дауыл соғып ұныңнан айырылып қалдың емес пе? Патшаның қазынасын олжа көріп қуанба, желден ақымды әпер деп қайта жіберді. Әйел қайта кіріп патшаға арыз қылды. Патша 3 пұт бидай бергізді. Әйел сарайдан тағы да қап арқалап қуанып шықты. Сүлеймен әйелді кері қайтарды. Апа, біреудің кесірін екінші біреуге төлету әділеттілік емес. Сіздің ұныңызды патша емес жел алды. Алған ұры қайтарсын. Әкеме айтыңыз, шын пайғамбар болсаң, желді жауапқа тартсын, деді. Әйел патшаның сарайына қайтадан барды. Ұнды патшаның алдына тастай салып, қарағым Дәуіт, мен сенен ұн сұрап келген қайыршы емеспін. Мені өйтіп алдама, шын патша болсаң желден ақымда бер, деді. О заманда бұ заман желмен кісі дауласқан ба? Ендеше 5 пұт бидай ал, деді Дәуіт. Қатын қуанып, патшаға алғысын айтып 5 пұт бидай алып шығып кетті. Бір кезде қайта кірді де бидайды патшаның алдына тастап, маған бидайдың керегі жоқ, дауымды әділдігіңе салып бер, қанша берсең де қайырыңа ризалығым жоқ, деді. Дәуіт таң қалып, қатын, сен қандай жансың? Менің алдымнан қуанып, құлдық бас деп кетесің де далаға шығып қайта кіресің. Саған далада біреу бірдеме үйретіп тұр ма? Шыныңды айтшы, деді. Тақсыр, сіздің кенжетайыңыз еркіме қоймай қайта-қайта жұмсап жатыр, деді. Дәуіт тысқа шығып, балам, не үшін бұл әйелді әуре қылып қайта-қайта кіргізе бересің, деді.
Сүлеймен: көке, сіз Құдайдың жердегі халифасысыз. Әділ шешім шығарыңыз. Ақыретте де біреудің қиянатына екінші біреу жауап бермейді. Жел кесірін тигізсе айыбын өтесін. Оның орнына сіз ақысын төлемеңіз, деді. Дәуіт бұл сөзді жөн көрді. Бір дұға етті де желді құзырына шақырып жауап алды. Жел: уа Алланың елшісі, бұл істе менің ықтиярым жоқ. Ысырапыл періште жұмсады. Бұйрығын орындадым, деді. Дәуіт Ысырапылды шақырып жөн сұрады. Ол: уа Алланың рәсулі, ол әйелдің қабымен ұнын өз бетіммен желге алдырғаным жоқ. Дарияның жүзінде бір сауда кемесі кетіп бара жатыр еді. Іші толған дүние мүлік. Сол кеме тасқа соғылып бір бүйірі жарылды. Кемедегі жұрт жарықты бітерде шамалары келмей суға қарық боларлық дәрежеге жетеді. Сол уақытта саудагерлер ұлардай шулап Құдайға жыласты. Уа жасаған, осы дарияға батырма, балыққа жем қылма, бізді саламат шығарсаң, сол садақасына кемедегі малдың қақ жарымын жетім жесірге бөліп берер едік, десті. Олардың шын жылаған сонша Құдай тілегін қабыл етіп маған бұйырды. Пәлен жерде бір жесір әйел бар. Қаппен ұн алып арқалап келе жатыр. Соның оның қабымен қоса көтеріп алып келіп, кеменің жыртығына тық, деді. Мен әмірді орындадым. Кеме апаттан аман қалды. Есесіне жетім жесірлер бір тойынды, деді. Айтқандай осы кезде қаланың сауда кемесі келіп тоқтады. Ішінен саудагерлер шығып кедей-кепшік жетім жесірге азық үлестіре бастады. Дәуіт әлгі әйелді ертіп керуенге жақын келді. Әйел өзінің қабын танып қуанып кетті. Дәуіт болған жайды саудагерлерге баяндады. Олар әйелге алғысын айтып нәзір берді. Әйел бір сәтте байып шыға келді. Шуда жіппен жуан ине алып, қабының аузын жамап алды. Осылайша бала Сүлейменнің тапқыр ойының арқасында әділдіктің туы тігіліпті. Сүлеймен мен Былқыс. Бір күні Сүлеймен аң-құстарды түгел жинады. Сөйтсе жиналысқа көкек келмей қалған екен. Сүлеймен қаһарланып, оны алып келуге бүркітті жұмсады. Бүркіт көкекті тауып алып келді. Сүлеймен: қайда жүрсің, деп сұрады. Саба атты қалаға бардым. Нағыз ертегілер ел екен. Онда Былқыс деген ару патшаны көрдім. Ай десе аузы, күн десе көзі бар. Балдан тәтті сөзі бар. Хас сұлудың нағыз өзі екен. Нәзік даусына мас болып 3 күн естен танып жаттым, деді көкек. Сүлеймен Былқысқа сыртынан ғашық болды. Көкекті елшілікке жіберіп, оны өзіне қонаққа шақырды. Былқыс сән-салтанатымен бірге келмек болады. Бірақ Сүлейменге хабар жіберіп: егер хақ пайғамбар екені рас болса, менің сынағымнан өтсін. 100 адамды бірдей етіп киіндірем. Олардың түріне қарамастан ұл не қыз екенін айырсын. Құмырамды суға толтырсын, бірақ оған жер бетіндегі ешбір судан алып қоспасын. Жіберген биелердің буаз қысырын сыртынан қарап айтып берсін. Жақұт тастар жіберем. Асыл тастарға ешбір дию-пері адамның қолын тигізбей, ортасынан тессін де жіп өткізіп алқа етіп өзіме қайтарсын. Мен Сүлейменнің сарайына жеткенше менің тағым өзімнен бұрын барып күтіп тұрсын, деп шарт қойды. Сүлеймен Былқыс жіберген 100 адамға жерге жайғасып отырыңдар, деді. Олардың тең жартысы малдас құрып отырды. Соған қарап ұл-қызын бірден айырды. Аспандағы бұлтқа әмір беріп, құмыраны аспан суына толтыртты. Биелерді қуып айдатады. Ішіндегі тез терлеген биелерді көріп, олардың құлынды бие екенін бірден білді. Жақұт тастарды пейіштен 2 құрт келіп тесіп берді. Ортасынан жіп өткізіп алқасына өзіне қайтарды. Кезек Былқыстың тағына келгенде Сүлеймен: кім Былқыстың тағын жылдама келеді, деп сұрады. Самұрық құс: орныңнан тұрып отырғанша тақ осында болады, деді. Сәмандүн деген дию: басыңды солдан оңға бұрғанша әкеп беремін, деді. Асыбұлы Барқия деген әулие: көзді ашып жұмғанша жеткізе аламын, деді. Сүлеймен Барқияның кереметін көргісі келіп, оған рұқсат етті. Көзді ашып жұмғанша алтын тақ алдында тұрды. Сүлеймен: қалай жылдам әкелдің, деді. Ол:
ұлық алла адамның рухын бәрінен артық етіп жаратқан. Адамның жүрек көзі ашылып, рухы кемеліне келсе, әлемде қол жетпейтін нәрсе болмас деді. Осының бәрі мейірімді ұлық бір Алланың шексіз шарапаты деді. Сүлеймен риза болып, осылайша Сүлеймен Былқыстың барлық сынағынан сүрінбей өтіп, оны өзіне адал жар етіп алған екен. Әңгіменің соңы жалғасы келесі шығарылымда.